Осыған дейін көптеген адамдар түсініксіз таңғажайып оқиғаларды басынан өткергені туралы көптеген ақпарат бар. Сіз де ғаламтор арқылы сондай ақпараттардың кемінде біреуін оқыған шығарсыз. Біздің өмірімізде біз біліп түсіне бермейтін құбыжық, елес туралы аңыздар мен оқиғалар бар. Кейбір адамдар бұл адамның қиялынан пайда болған оқиға десе, қалғандары бұл оқиғаға сенеді. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға осындай секілді 7 оқиғаны ұсынамын. Видеоны үзбей соңына дейін көріңіздер, қызық болады. Флетволық құбыжық. 1952 жылдың 12 қыркүйегінде 3 бала аспаннан жерге қарай белгісіз заттың құлағанын байқаған. Олар Флетволық монстр атты жұмбақ тіршілік иесін тауып алды. Содан кейін айналаны тұман басып, қорқынышты сыбырлаған дауыстар естіле бастаған. Кейінірек сол аймақты мекен еткен адамдар сол тұманға тұншығып, бірнеше апта бойы құсқан болатын. Тәмән шуттың денесі. 1948 жылы 1 желтоқсан күні Австралиядағы Аделайда жағалауында өлі дене табылды. Кейін оның қалтасынан «Тәмәм шут» деген жазуы бар қағаз табылды. Бұл сөз парсы тілінен аударғанда аяқталды деген мағынаны білдіреді екен. Бұл сөз Омар Хайямның Рубаят атты еңбегінің соңғы бетінде де жазылған. Кейінірек Омар Хайям жинағының көшірмесін қайтыс болған адам тастап кеткені анықталды. Катар синдромы. Катар синдромы өте сирек кездесетін ауру түрі. Бұл синдроммен ауырған адамның миы істемейді. Ол тірі өлік секілді өмір сүреді. Зомбиді білетін шығарсыздар. Адамды тірілей жерлеу. Адамды тірілей жерлеу көбінесе кездейсоқтықтан болады. Адамды қайтыс болды екен деген қателікпен жерлеу көптеп кездеседі. Кейбір адамдарды өлім жазасына кескен кезде уақытша жүректері тоқтап қалуы мүмкін. Жерлеу кезінде тірілген адамдар туралы оқиғалар да кездесіп тұрады. Қап-қара көзді балалар. Қап-қара көзді балалар өмірде өте сирек кездеседі. Бұл құбылыс балаларда 6 және 16 жасында кездесуі мүмкін. Тарар. Тарар 18 ғасырда өмір сүрген француз. Ол бір уақытта 15 адамның жейтін тамағын тауысып қоюы мүмкін. Сонымен бірге ол мысықты, қуыршақты, немесе жылан балықты түгелдей жұтып жібере алады. Ол осындай тойымсыз болғанымен өте арық болған. Оның салмағы 15 келіден аспайтын. Бірақ барлығын жеп бітіргеннен кейін оның іші шар тәрізді үлкейіп тұратын. Көлеңке адамдар. Көлеңке адамдар дүниені көлеңке түс ретінде қабылдайды. Бұл адамдар туралы дінде де түрлі дәстүрде де айтылып сипатталған. Бұл адамдарды зерттеп жүргендердің айтуы бойынша, оларды белгілі бір уақытта ғана көруге болады екен. Ал бауырлар, бүгіндікке осы. Егер де осы оқиғаны біліп немесе білмей жүрген болсаңыздар, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, арнама жазылып, тұрақты көрермендерім болыңыздар. Достар, мен сіздерге арнап бір ойын ойлап таптым. Сөзді жалғастыр деген. Мен басын айтамын, ал сіздер жалғастырасыздар. Ал кеттік. Мен үйде жалғыз едім. Сағат түнгі 12 болып қалған. Кенеттен осының жалғасын ойлап табыңыздар. Ең мықты пікір келесі видеоға шығады. Сау болыңыздар.